Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Асыл, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписация етіп, лайк басамыз. Бүгін біз сіздермен осындай сметанник пирогын жасаймыз, бисмилля деп кірісеміз. Ол үшін сары майымызға осылай теркадан өткізіп аламыз. Үстіне ұнымызды саламыз, қопсытқышымызды саламыз. Қантымызды салып, осылай песочный тесто істейміз, яғни крошки болу керек қой. Осылай видеодағыдай қолыңыздарыңызбен істесеңіздер, сіздерде крошки демде дайын болады. Үстіне жұмыртқамызды салып, қолға илемей жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған тестаны холодильникке салып қоямыз жарты сағатқа. Менде жарты сағат тұрды, формамызға жайғастырамыз. Менде 24 диаметрлік форма. Осыған әдемілеп қамырымызды біркелкі етіп, барлық жан-жағына жететіндей етіп орналастырып шығамыз. Шетін осылай қасықпен түзулесеңіздер болады, әсемдік үшін әдемі болып шығады сол кезде. Холодильникке сала тұрамыз, оған дейін начинкамызды дайындайық. Ол үшін бізге қаймақ қажет болады, қант және жұмыртқа керек болады. Қаймағымызға қантымызды қосып, бір-бірлеп жұмыртқаларымызды саламыз да. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Миксермен араластыруға болмайды. Міне осындай сұйық начинка пайда болады. Осыны жаңағы тестамызға құямыз. Дәміне қарай ванилин салсаңыздар болады. Пирогымыз дайын, ас болсын. Каналға